Сәлем достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, видеоны көрмей тұрып, менің арнама тіркеліп, мені қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосыңыз. Бүгін мен аяқтың жарылуы туралы айтамын, яғни өкше неге жарылады. Жылдың осы маусымында көп адамдарда өкшенің қабыршақтана жарылып кететіні бар. Деректерге сенсек, өкше мен башпай терілерінің құрқап, жарғақтанып кетуі әлем халқының 80%-ында кездесетін жағдай екен. Бірақ оның 20% ғана бұған мән береді де, қалғаны өкше пышақпен кескенде терең жарылып, инфекция түсуінен түрлі сырқаттарға ұрынбайынша аяққа күтім жасамайды. Ал негізінде аяқ адамның бүкіл салмағын көтеріп жүретін қара күш болғандықтан, оған ерекше күтім мен демалыс керек. Өкшенің жарылуын екі түрге бөліп қарастыруға болады. Қысы-жазы жарылып жүретін өкшені ағзаға витамин жетіспейтіндіктен білдіруі мүмкін. Сондай-ақ ол гастрит дертінен хабар береді. Қант диабеті де өкшенің яғни қысы-жазы қабыршақтана жарылуына себеп болады. Жылы суға жуып, тиісті ем-дом жасағанмен жазылмайтын мұндай жарылу байқалса, дәрігерге тексеруден өткен абзал екен. Өкшенің жарылуы көп жағдайда суды аз ішетін адамдарда кездеседі екен. Адам күніне орта есеппен 2 немесе 2,5 литр су ішуі қажет. Ендеше аяққа күтім жасаудың жөнін біле жүргеніңіз жөн. Аптасына 2 рет аяқты шым-шым ыстық суға салып 20 минут отырған жөн. Суға аздап сабын немесе сода қосқан жөн. Болмаса 2 литр суға бір ас қасық түймедақ, яғни ромашка гүлін қосуға да болады. Ол аяқты тынықтырып, шаршауды тез басады, теріні жайландырып, нәрлендіреді. Осыдан кейін өкшедегі башпай ұштарындағы жансыз теріні арнайы құралмен алып тастап, майлы крем жағу қажет. Жазда жайсыз көрінетін өкшенің жарылуын тамырлы немесе жас капуста жапырағы арқылы кетіріп көріңіз. Анды самырын жарты литр суға қайнатып, осы тұнбаға малынған дәкені өкшеге орап ұйықтауға болады. Ал таңертең жұқалап, крем жағып, мақта-матадан тігілген шұлық киген жөн. Жатар кезде капуста жапырағын сөлін шығара жұмсартып таңып қойсаңыз тіптен жақсы болады. Сулы дәкеге таза бал жағып, онымен өкшені орап қойсаңыз да терең жарылудың жазылуына көмектеседі екен. Ол үшін өкшені жылы суға салып, балаларға арналған сабынмен жуу керек. Соңыра бал жағып қойсаңыз жарылғанды ғана емес, тері саңырауқұлағы, яғни тері зеңдерін сынды дерттің алдын алуға жәрдем болады екен. Егер өкшедегі жарылу табанға батып, ауырса, ісініп қызарса, ол қабынудың басқа да тері ауруының белгісі болуы әбден мүмкін екен. Мұндай жағдайда дәрігерге көрінген абзал. Тағы да бір ескеретін жайт, яғни өкшенің жарылуы гастрит дертінен де хабар береді. Қант диабеті де өкшенің қысы-жазы қабыршақтана жарылуына себеп болады екен. Жылы суға жуып, тиісті ем-дом жасағанмен жазылмайтын мұндай жарылу байқалса, дәрігерге тексеруден өткен абзал екен. Ал егер өкше жаз мезгілінде жарылса, онда аяққа өзгеше күтім жасауға тура келеді. Негізі күннің ыстық сәулесі қызуын жерге сіңіреді. Ал ол қызуды алдымен аяқ сезеді. Ыстыққа табан терісі құрғап жиырылады. Адам оны сезбеуі де мүмкін. Есесіне табан терісі күйіп қабыршақтана бастайды екен. Осы ойлы теріні күнделікті жылы сумен жуа отырып алып тастап аяққа крем жағып тұрмаса, ол қатпарланып тереңірек жарылады екен. Бұл жарақатқа микроб үйір келеді, ал оның жақсылық емес екені аян. Ендеше аяққа күтім жасаудың жөнін білгеніміз жөн. Бүгінде дәріханаларда өкше терісін жұмсартатын арнайы препараттардың түр-түрі сатылады. Мұндай құрамдар көбіне арнайы рецепт бойынша жасалады және өкшеге жатар кезде жағылады екен. Бұдан кейін мақта-мата шұлық киіліп, ал таңертең құрам жуылып тасталады екен. Тағы да бір ем-домның бір түрі бадам майы құрғақтықты жояды. Қабыршықтанған теріні жазатын қасиетке ие. Авокадо майы жарылған жерді тегістеп, құрғақ теріні ылғалдандыратын қасиеті бар. Аталған эфир майларын сатып алмас бұрын ішіндегі анықтама парақшасымен танысып шығыңыз. Бәрінің мақсаты бір болғанымен, олар адамға әртүрлі әсер етеді екен. Сіздің теріңізге сәйкес келетінін таңдап, нұсқаулықтан суға қанша мөлшерін қосуға болатынын анықтап біліп алыңыз. Аяққа 15-20 минут былау жасағаннан кейін міндетті түрде кеуек таспен жарылған
жерді тазалап, артынан жуып тастаңыз. Содан соң аяққа арналған крем жағыңыз немесе жожоба майын жағыңыз. Бұлау бір дегенде ойыңыздағындай нәтиже бермеуі мүмкін. Сондықтан бұл бұлауды уақытылы күн сайын жасап тұрғаныңыз абзал. 5-7 рет жасалған бұлаудан кейін өкшеңіз тегістеліп, жұмсара бастайды. Сұлу өкшеге қол жеткіземіз десеңіз, бастаған ісіңізді аяқсыз қалдырмаңыз.